Ассалаумағалейкумдер. Lexus ES 350 2008 жылғы көлікті Euro 2 прошивкасын жасаған болатынбыз. Бұл көлікте катализатордың ошибкасы, және де пропуск воспламенения и газдың ошибкасы жанып тұр, бедный богатый смесь. Соны прошивка жасап берген болатынбыз. Көліктің бір ауруы коробка тебетін еді. 7000-8000 оборотқа дейін барады. Содан кейін көлік жүрмей теуіп тастайды. Солай ма? Сондай болды ма? Euro 2 прошивка жасап бердік. Қазір Аллаға шүкір жақсы болып тұр. Мына леппеліксі, ол дроссель тазалау керек деген сөз. Бір иесінің өзінен сұхбат сұрайық. Қалай, жақсы болды бұлай? Өзгегісі екі жақ қазір жақсы болды. Баяғысына отлично. Осылай міне Euro 2 стандартқа түсірген болатынбыз. Себебі бұл көлікте енді катализатор жоқ, екінші датчиктер жасамағасын, көлік аварийный режимға түсіп кетеді. Көбінесе содан кейін машин баспай, тартпай, аяқ астынан проблемалар кездесетін болып тұр. Осылай міне Euro 2 жасаған болатынбыз. Баршаңызға рахмет, сәттілік.